Ассалаумағалейкум. Елі қалар бір жиналып қапсыздар. 1 минут бола ма екен мына? Өмір анда-санда ұлтқа жаңа сынақ салып жатады ғой мына. Қызылжар қаласының атын жөнінде бір өз пікірлеріңізді айтып берсеңіздер. 1 минутта. Теке, сізден бастасам. Мен Алматы туралы айтайын. Қызылжарды басқа біреу айтсын. Жоқ, жеке адам ретінде пікіріңізді. Мен қолдаймын. Қайсыны қолдайсыз? Қызылжар деп айтты. Рахмет. Сөз жоқ бауырым, Қызылжардың Қызылжар екені бүкіл қазақ тарихына белгілі. Ол кез келген жерде жазылған, сондықтан Қызылжардың өз орнын, өз атын өзіне берген өте орынды болады. Және мына 20 жылдан кейін бұны сөз қылып дау қылуға болмайтын нәрсе. Иә, керек жоқ нәрсе. Қабыл мен Петр деген діндар адамның бізге қажет қанша? Ауыстыра керек. Анада Нұрекең барды да сен Болатты семей дей салды, болды ғой. Кенжехан мырза, сіздің жеке пікіріңіз осы Петропавл қаласын Қызылжарға ауыстыру жөнінде. Оны да шынында да үлкен дауға айналдырған қажет жоқ. Оны бұрын қалай болды, сол тарихи атауына қайтып келу керек. Қайсы тарихи атауы сізіңше? Қызылжар